Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жасалу жолы өте оңай асқабақ қосылған нан дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен дрожжымызға ыстық жылытылған сүтімізді құйып, 15 минутқа бетін жауып ашытқанға қоямыз. Асқабағымызды алдын ала пісіріп, блендердің көмегімен ұсақтап езіп алатын боламыз, және де ұнымызды қосып, нанымызды илейтін боламыз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Нанымызды илеп болғаннан кейін оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да 1-2 басатын боламыз. Бетін жауып көтерілгенше қалдырамыз. Диаметрі 24 см болатын формамызға нанымызды жасаймыз. Беті сарғайғанша пісіріп аламыз. Біздің нанымыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ және де өте ерекше нан болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаса, міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.